Баршаңызға сәлем. Қазір сіздерге қалай товар таңдау керек екенін көрсетемін. Pinduoduo сайтынан. Міне приложениемізге кірдік. Енді астына қарай жүретін болсақ, бір товарды мысалы таңдап алайық. Мен мысалы мына триконы алғым келеді. Үстінен басамыз. Бұл жерде уже трикомызға кіреміз. Мына жерде видеосын көрсеңіздер болады. Ары қарай жылжытсаңыз, фотосын көрсеңіздер болады. Мына жерде тұрғаны мінекей бағасы. Мына жерде 2 деп тұр. Бұл значит 20 мыңнан астам бұл товарды сатып алды. Астына қарай түсетін болсақ, мына жерде 2 мыңнан астам адамдар живой өзінің отзывтарын, фотоларын мына жерде қалдырған. Бұл жерге каждый неге бассаңыздар, фото-видеоға бассаңыздар, осындай фото-видео көре аласыздар. Бұл жерде көбінесе живой фотолар болады. Қытай азаматтар көбінесе осы Taobao-дан сатып алады. Бұл 16.88-де Pinduoduoға қарағанда бұл жерде заттары қымбаттау. Астына қарай түсетін болсақ, бұл жерде мінекей магазиннің рейтингі көрсетілген. Негізі рейтинг 4, 6, 7, 8-ден 5-тен түспеу керек. Мына жерде мінекей 4 кристаллик тұр. Бұл жерде значит магазин жақсы. Плюсты бассаңыз, егер бұл магазиннен сіздер сатып алып трикосы ұнаса, трикосы емес тағы да басқа товарлар ұнаса, онда бұл магазинге плюсты басып, подписка жасап қоя аласыздар. Соңында тағы да қандай новый зат шықса, сіздерге көрініп тұрады. Астына қарай түсетін болсақ, бұл жерде бұл магазинде тағы да қандай товарлар сатылғанын көрсетіліп тұрады. Астына қарай түсетін болсақ, бұл мінекей осы триконың размері көрсетілген. Астына қарай түсіре беретін болсақ, бұл жерде уже триконың фотоларын көре аласыздар. Мысалы, осы триконы сіздер сатуға қойғыларыңыз келсе, фотосын алу үшін үстінен басып тұрасыз. Және ке үстіндегі мына біріншісін бассаңыз, альбомыңызға, өзіңіздің галереяңызға сақтап алып, инстаграмдарыңызға қойсаңыздар болады. Мінекей, астына қарай түсе берсек, осы триконың фотоларын көресіздер. Ең астында бұл уже трикоға ұқсас тағы да басқа товарларды, осы триколар көре аласыздар. Мысалы, мына триконы корзинаға сатып алғыңыз келсе, корзинаға бару үшін осы оранжевый біріншісін басамыз, оранжевый. Мына жерде футболкада сатылған, мысалы, мына серыйды алғымыз келеді. Мына оттың суреті болса, бұл значит с начесом деген сөз. А мыналар отсыз, бұл без начеса, мысалы. С начесом алғыңыз келсе, мына жерде размерін таңдап, количествосын таңдап, одан кейін мысалы мен бірді таңдағым келеді, оранжевый кнопканы басасыз. Және де біздің трикомыз корзинаға өтеді. Мына үстінде корзина. Корзинаны бассақ, мінекей біздің трикомыз осы жерге өтті.